Балалар, бүгін біз сендермен бірге Ата мұра деген ертегі кітаптан Ата мұра деген ертегіні оқитын боламыз. Баяғыда бір шал болыпты. Дүние мүлік дегеннен бір даңғырасы, бір үрмелі кернейі ғана бар екен. Бүкіл өмірі ел аралап, ән салып, өнер көрсетумен өтіпті. Күндердің бір күні ажал жетіп, хал үстінде жатқан шал екі ұлын қасына шақырады да, үлкен ұлына даңғырасын береді. Мынаны сен ал, даңғыра қағып күніңді көрерсің дейді. Кернейін алып кіші ұлына ұстатады. Мынау сенің еншің болсын, керней тартып тамағыңда ысырарсың дейді. Соны айтады да қарт о дүниеге аттанып кетеді. Кенже ұл ағасымен қоштасып, бағын сынамақ болып сапарға шығады. Келе жатып бір қыстақтың жанынан өтеді. Қыстақтың сыртында шаруалар өгіз сойып жатыр екен. Олар өгіздің терісін сыпырған соң, құйрығын кесіп лақтырып жіберіпті. Бозбала құйрықты алып беліне қыстырады да жүре береді. Жүре бір ағашқа келіп жетеді. Ағаштың түбінде бір торғай тыпырлап жатыр. Бала торғайды көтеріп, қойнына салып, ары қарай жүріп кетеді. 3 күн 3 түн тынбай жүріп, зәулім сарайды қоршай өскен жайқалған бір бақтың қақпасына келіп тіреледі. Қақпаны қағып еді, сықыр етіп ашыла кетті. Арғы жақтан бір дәу басын қылтитып, сен кімсің деп сұрайды. Мен Заңғалы дәумін деп жауап береді бозбала. Ал мен Жанғалы дәумін дейді дәу. Мені баққа кіргіз дейді бозбала. Бұл баққа кіру оңай емес. Әуелі мен сені сынауым керек дейді дәу. Сөйтіп, екеуі сынасуды шаштан бастауға келіседі. Дәу бір тал шаш жұлып алып, қақпаның сыртына лақтырып жібереді. Бозбала беліне қыстырған өгіздің құйрығын алып, дәуге лақтырады. Жуанын-ай, ұзынын-ай деп таңырқайды дәу. Енді тас атсайық. Дәу жерден үлкен бір тасты алып аспанға атады. Бозбала қойнындағы торғайды суырып, көкке ұшырып жібереді. Түу, күштағы екенсің. Тас көрінбей кетті деп қайран қалады дәу. Дәу әрі ойланып, бері ойланып, ал қане, айғайлап көрелік. Қайсымыздың даусымыз зор екен дейді. Дәу бар даусымен барқ ете қалады. Ал Заңғалы кернейін алып, алаңда ойналатын ащы әуендердің біріне салып, төңіректі күңіренте жөнеледі. Керней үні бақтың оқ шетімен боқ шетін шарлап кетеді. Амалы таусылған дәу бақты Заңғалыны тастап, тайып тұруға мәжбүр болады. Заңғалы бақты аралап жүріп, зәулім сарайға тап болады. Сарайдың алдында дәудің баласы ойнап отыр екен. Айналайын, асыл тас пен алтындарыңды қайда тықтыңдар деп сұрайды одан Заңғалы. Дәудің баласы болса, сарайдың бірінші бөлмесінде 4 дәу, екіншісінде 3 дәу, үшіншісінде 2 дәу отыр, ал төртіншісінде 1 дәу ұйықтап жатыр. Қазына сонда деп жауап қайтарады. Заңғалы сарайдың ішіне кіріп, кернейін гүжілдетіп жібереді. Ащы дауыстан шошып оянған дәулер тым-тырақай қашады. Тек 4-ші бөлмедегі дәу ғана ұйықтай береді. Заңғалы онымен күресіп, оны жеңіп шығады. Бөлменің ортасында құдық бар екен. Дәулердің күллі қазынасы сол құдыққа жасырыныпты. Заңғалы құдыққа суын түскенімен төбе боп үйілген асыл тас пен алтынды сыртқа қалай шығарарын білмей қиналады. Содан кернейін қолға алып, сиқырлы бір әуенді құйқылжыта тартады. Сол-ақ екен қалған дәулер құлды құрып жетіп келіп, қазынаны шып шырғасыз бұзбай көтеріп алып шығарады. Енді әлгі Заңғалыдан жеңіліп қашқан дәуге келейік. Ол дала кезіп келе жатып, бір түлкіге жолығады. Түлкі: ой, дәуім, кімнен қашып келесің деп жөн сұрайды. Ойбай, атама, Заңғалы деген бір бейтаныс дәу келіп, бауыр басқан бағымнан қуып шықты. Шашының жуанын-ай өзінің дейді дәу. Қой, ол дәу емес, кәдімгі адам ғой. Саған көрсеткені шаш емес, өгіздің құйрығы болар дейді түлкі. Қайдағы адам, дәудің нақ өзі деп көнбейді оған дәу. Аспанға тас атысып едік, ол лақтырған тас көрінбей кетті. Тастың орнына торғай лақтырған ғой ол қу дейді түлкі. Айғайлап еді, құлағым тұнып,
басым жарылып кете жаздады. Бақтағы құс біткен даусынан үркіп ұшып кетті. Ол айғай емес, кернейдің үні болар шамасы, дейді түлкі дәуге күле қарап. Сенбесең жүрші өзің, бағыңа қайтып барайық. Заңғалының жай ғана адам екенін дәлелдеп берейін саған. Ақыры түлкі дәуді зорға көндіреді. Онда да берік жіп тауып, бір ұшын өз мойнына, екінші ұшын дәудің мойнына байлап жол бастайды. Заңғалы бұлардың келе жатқанын көріп қалады. Кернейін ала салып, өкпесі жыртылғанша үрлей жөнеледі. Жаудың үрейін ұшырып, құтын қашыру үшін тартылатын жорық әуендерінің бірінен соң бірін ойнайды. Зәресі зәр түбіне кеткен дәу тапырақтап тұра қашады. Қосақтаулы түлкі тастан тасқа ұрылып, мылжа-мылжасы шығады. Ал заңғалы жасыл бақ, сәулетті сарайдың иесі болып қала береді. Міне, осымен біздің ертегіміз бітті, балалар. Егер ертегі ұнаған болса, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.